YouTube каналға қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін керемет пайдасы зор жөтелдің нағыз емдік сусын дайындап көрсетемін. Ең алдымен бір пияз және сүт қажет болады. Сүт менде қолдың табиғи сүті. Жуылып тазартылған пиязды осылай ұсақтап турап шығамыз. Турағаннан соң оны сүтпен араластырып сусынды дайындайтын боламыз. Бұл сусынның құрамы таза, табиғи, ешқандай қоспасыз болғандықтан және свежий күйінде бірден пайдаланғандықтан бұның емі өте зор. 3 күн қатарынан пайдалансаңыз керемет нәтиже көрсетеді. Балаларға берсеңіздер де болады, өздеріңіз пайдалансаңыздар да болады. Мінекей осылай ұсақтап туралған пиязымызды керек ыдысқа салып, яғни қайнататын ыдысқа салып, үстіне сүтімізді құямыз. Содан соң баяу отта газге қойып қайнататын боламыз. Қатты сахарлатып қайнатудың қажеті жоқ. Тек бір араластырып жіберіп, сәл қайнаса болғаны біздің сусын дайын болады. Осылай көпіршіп қайнаған болуы керек. Содан соң керек ыдысымызға сүзгішті қоямыз. Пиязды сүзіп алып қаламыз. Бізге енді пияздан қажеті жоқ. Бізге тек осы қайнаған сүт қажет болады. Керегінше барлығын сүзіп дайындап қоямыз. Осымен біздің сусынымыз дайын. Егер табиғи балыңыз болса, міндетті түрде табиғи болуы керек. Бір кішкене қасық қосып жіберіңіздер. Ол тіпті пайдалы болып табылады. Балаларыңызға да берсеңіздер, өте тәтті сусын болып шығады. Осылай араластырып сусынды дайындаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы да, құрамына кететін заттар да барлығы өте оңай. Бірден жасап, бірден пайдаланамыз. 2-3 күн сақтауға болмайды. Нағыз халықтың емі болып табылады. Әртүрлі инфекциялық аурулардың алдын алатын керемет сусын. Ауырмаңыздар, барлықтарыңызға ем болсын.